Так, бұл сабақта біз релятивистика тақырыбында бір есепті шығаратын боламыз. Және Эйнштейннің салыстырмалық теориясына қатысты есептер. Бұл да есептер тест кітапшаларында келеді. Көбісі қателесіп кетіп жатады, шатастырып. Сонымен есептің берілгенін оқиын. Жердегі бақылаушымен салыстырғанда ракета 180 мың км секунд жылдамдықпен қозғалады. Жердегі санақ жүйесінде 10 жыл өткенде ракетадағы өтетін уақыт дейді. Біз егер салыстырмалық теориясын оқыған болсақ, ол жерде былай жазып қояды. Яғни мынау жер болса, одан қандай да бір нәрсе, енді жер деп айтылмайды. Егер бір дене жарық жылдамдығына жақын жылдамдықпен ұшатын болса, ондағы шамалардың өзгеретіндігі айтылған. Яғни мұнда жарық жылдамдығы деп есептейік. Осындай зымыран жарық жылдамдығына жақындаған болса, яғни 180 мың км секунд, ал жарықтікі 300 мың км секунд. Яғни не істеп тұр, ол жақындап тұр. Осындай жылдамдықпен ұшатын болса, онда не істейді? Эйнштейннің теориясында былай айтады. Массасы артады. Масса артады деген жоғары қарай көрсетейік. Массасы артады, және не дейді? Ондағы өтетін уақыт баяулайды. Уақыт баяулайды, ол не істейді? Яғни кемейді деген сөз. Массасы артады, не қылады, және ұзындығы айтылады. Ұзындығы қысқарады. Ұзындығы қысқа көрінеді. Яғни не істейді? Ұзындығы да кемейді деген сөз. Бұның бар салыстырмалық теория, енді толықсындырып өтпейін. Енді осыны шатастырып алмасақ, біз егер осыны шатастырып алмасақ, оның формуласының барлығы бірдей. Мысалы мынандай. Масса артуы десек, m тең болады, не істейді? m нолевой бөлінген 1 минус v квадрат бөлінген s квадрат. Бұл не? Түбір астында. Яғни, мынадан бір сан шығады, оны бірден азайтамыз. Бірден азайтсақ, значит, одан бірден аздан шығады. 0,1 нәрсе деген. Ал 0,1 нәрсе түбірден аламыз, тағы 0,1 шығады. Қандай да бір массаны 0,1 нәрсе деп басылатын санға бөлсек, онда не істейді? Масса артады. Яғни, мынаны біліп алсақ, масса артатын болса, онда не істейміз? Формулада m нолевойды бастап массаны бөлшектің алдына қоямыз. Алдына қойсақ, значит, келесі шыққан масса бізде артады. Яғни, жарқын жылдамдықпен жүріп жатқанда масса артады. Енді бізде уақыттың формуласын жазсақ, мысалы, кітапта уақытты былай беріп қояды, тауды. Уақыт тау деген ат, т-дің бас әрпі деп айтсақ болады. Уақытты көрсетіп, оның өлшем бөлігі жылмен бөлінген. Т бөлінген, жоқ, да емес. Т көбейтілген болады. Бізде шығатыны т көбейтілген, так, мұнда т көбейтілген түбірдің астында 1 минус v квадрат бөлінген s квадрат. Ұзындықтың қысқаруы дейді, l тең болады, l нолевой, значит, t нолевой ол. L нолевой түбір астында 1 минус v квадрат бөлінген s квадрат. Яғни, барлығында қандай? Түбірдің астында 1 минус v квадрат бөлінген s квадрат береді. Алдарында масса, уақыт және ұзындық көрсетіп қойған. Яғни, түсіндік қой, түбірден 0,1 нәрсе шықса, массаға бөлсек, масса артады, қалғандарын кемейді. Енді біздің жағдайда керек болған формула, ол уақыт. Бізде бұл жерде уақытқа қатысты айтылған барлық нәрсе. Сондықтан мына басқа формулаларды өшіре тұрайық. Біз релятивистика деген тақырыпта бұның бәрін қамтып өткенбіз. Мына теорияны да өшіре тұрайын. Өздігіңізден оқып түсінбесеңіз, осыдан қарап түсінесіз жарыс деген ойдан. Енді бізде айтады, мынау т деген қайсысы т, екеуді т, мынау баяулайтын т, мынау не қылатын өсетін т. Бізде 10 жыл өсе ма, кішірей ма, білмейміз оны. Енді бізде жаңа теорияны не үшін түсіндірдім, соған келейік. Жылдамдығы v тең болады неге? 18 көйлеген 10-ның 5 дәрежесі, жоқ, 7 дәрежесі olan, килоон 7 дәрежесінде метр секунд, бұны айналдырамыз. Енді бізде қарайық, ракетада, жердегі, яғни жерде осындай жыл өтсе, не істейді? Ракетада уақыт баяулайды. Значит, уақыт баяуласа, онда уақыт аз, 10 жылдан аз жай өтеді. Яқты 10 жыл болған кезде, яқты енді 5 жыл немесе 8 жыл болып отыруы мүмкін. Сондықтан артқан уақыттың бәрін сызып тастаймыз. Егер осындай мүмкіндік болса, мысалы, тағы да артқан уақытты сызып тастап, бірден жауап табуға болады. Не болмаса, енді есептеп шығарамыз. Мысалы, бізде екі вариант келіп тұр. Бұл жердегі бізде 10 жыл деген қайсысы, значит, ол мынау. Бізде мына т баяулайтын уақыт. Т тең болады, так, т
уақытта тең болады 10 жыл. Бұл релятивистикада мына уақытты неге айналдырудың қажеті жоқ фақат. Енді бізде сыны беріп қойған, ракетада өтетін уақытты табыңыз дейік. Тауды табу керек. Тауды табыңыз формула бойынша. Тының орнына 10-ды қоямыз. Түбір астында 1 минус b квадрат дейді. 18 квадраттаймыз 324 бөлген оның 7 дәрежесін квадраттасақ, мына квадрат 2 7-ге кеп көбейтіледі, дәреженің сыртына дәреже 14 болады. Бөлінген с квадрат, мынаны квадраттаймыз. Так, 9 көбейтілген 10-ның 16 дәрежесі болады. Мынаны қысқартамыз. Қанша бізде шығатыны? Так, 324-ті 9-ға бөлсек, бізде шығады, шамамен 36 шығады. Мына 16 үстіне минус болып барса, минус 2 дәреже қалады. 14 азайды, оның минус 2 дәреже. 36 минус 2, мынандай шығады, түсінікті жазайын. 10, мына ішінде 1 минус 324 9-ға бөлеміз 36, бөлген 10-ның 16 дәрежесінен шықса, 14 азайды, оның минус 2 дәрежесі қалады. Тең оның минус 2 дәрежесі деген сөз, ол мұнан санға айналдыратын болсақ, 1 минус 0,36 қылады деген сөз. Төбірді жабамыз, енді 10-ды мына атына тіркесілік, көбейтілген 10. 0,36-ны 1-ден 0,36-ны азайтсақ, 0,64 шығады. 0,64-тен түбірден 0,8 шығады. Мұның бәрін өлшептсақ, бізде түбірден 0,8 шығады, және көбейтілген 10 деп есептейік. 10 несейді 1,08-ді 1,0 алға жылсақ, 8 алады. Бізде 10-ды жылмен алғамыз, яғни 8-ді де жылмен аламыз. 8 жыл. Есептің жауабы. Осы сияқты толық тақырып бар. Біздің релятивистика деген тақырып бар, жабық тақырып сол жерде, достықпен ашылатын, сол жерде барлығын түсіндіріп өткенбіз. Так, егер сабақ түсінікті болса, мен мұнда жалғанның барлығын өшірейін. Сабақ ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар, және түсінбеген тақырыптарыңызды комментарийге жазыңыздар. Мұнда біздің WhatsApp нөмірі.